Сәлеметсіздер ме әріптестер? Біз Ахмет Байтұрсынұлын, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының негізін салушы, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы ретінде білеміз. Ел тағдырына алаңдаған азамат қазақ баласының сауатын ана тілінде ашуына көп еңбек сіңірген. Дегенмен Ахмет Байтұрсынұлы сауаттылық тек жаза және оқи білу деп ойламаған. Ол өз еңбектерінде қазақ баласының дүниетанымын кеңейту құралы ретінде қоршаған орта, табиғат құбылыстары, жанды табиғат туралы түрлі мәтіндерді қолданды. Мәтіндерін сол заманғы оқырманының әлеуетіне, ұғымына, тұрмысына барынша икемдеп, ұғынықты етіп жазуға тырысты. Оның оқулықтарына енген, өздері мақала деп атаған мәтіндер қарапайым халықтың ғылыми сауатын ашуға бағытталды. Ахмет Байтұрсынұлы өзінің шәкірті Телжан Шонаұлымен бірге жазған оқу құралының дәйектемесінде көздегеніміз мынау деп атап көрсетеді. Табиғат құбылыстарын қысқаша түсіндіру, түрлі ырым, ертегі өтірік нәрселерге сенуді жою, табиғаттың керекті заңдарын түсіндіру, пайда зиянын ұғындыру. Сонымен қатар онда ұзын мақалалар кіргізілгенде мектептегі шәкірттер түгіл, үйдегі ата-аналары да есте болды, өйткені үйде оқырлық кітап бізде әлі де жоқ. Басқа біліммен байланыстырып, керегінше оңды-солды, ілгері-кейін теріп оқуға болады деп мәтіндерін қолдану жолын түсіндіреді. Байтұрсынұлының табиғат, жаратылыстану туралы мәтіндері қазіргі күнде де өзектілігін жойған емес. Оларды мектепке дейінгі және бастауыш білім беруде кеңінен қолдана аламыз. Кіші жастағы оқушылармен жұмыста құс, түйе, балық, үй құстары, күз белгісі, күз, қыс қамы, орман құстары бұл қай кезде болады? Дәрігер бізге не айтты? Тазалық тәртібі, күн бақпамыз тәрізді мәтіндерінен үзінділерді жас ерекшелігін ескере отырып, тиімді пайдалануға болады. Бастауыш мектептегі жаратылыстану пәні оқу бағдарламасы бөлімдерінің біршама бөлігі Ахмет Байтұрсынұлының мәтіндерінде қамтылғанын байқаймыз. Кестеде аз ғана мысал келтірілген. Өсімдік бөлімшесінде тұқым таралу жолдарын сипаттау оқу мақсатын орындау үшін өсімдіктің жер жүзіне таралу мәтіні. Жануарлар класының өкілдерін ажырату оқу мақсатын жүзеге асыруда бақа-шаян мәтінін қолдануға болады екен. Қан айналым жүйесін оқығанда титтей жұмыскерлер, пайдалы қазбаларды өткенде мұнай, ғарыш денелерімен танысқанда құйрықты жұлдыз, электр энергиясы көздерін талдағанда күн күркіреуімен найзағай неден болады, мәтіндерін қолданса болады. Бастауыш сыныпта жиі қолданылатын зерттеу әдісі бақылау. Балалар серуендеп, күзгі табиғатты бақылайды. Күздің белгілерін топта талқылап, тізімін жасайды, немесе мәтін құрайды. Бұл жерде бала өз өмірлік тәжірибесінде пайдаланады. Енді мұғалім жұмыс нәтижесін күз белгісі мәтінімен салыстыруды ұсынады. Салыстыру нәтижесінде оқушы ұқсастық пен айырмашылықтарды анықтайды. Мүмкін өз жұмысын мәтінге қарап толықтырады. Егер бала қалалы жерде тұрса, айырмашылық көбірек болуы мүмкін. Немесе еліміздің әр өңірінің күз мезгілінің өз ерекшелігі бар. Сөйтіп бұл жұмыс жергілікті компонентті қолдануға мүмкіндік береді. Мәтіндермен жұмыс жаратылыстану сабағының барлық кезеңінен орын таба алады. Оларды оқушыны тақырыпты оқып үйренуге қызықтыру, бастапқы білімді жаңғырту, негізгі тақырыпты үйрену, бекіту, бағалау үшін, кіріктіруді, саралауды жүзеге асыру үшін қолдануға болады. Мәтіндерді үй тапсырмасы, сыныптан тыс жұмыс ретінде қолдану мүмкіндігі мол. Мысалы, 3-ші сыныпта өсімдіктердің фотосинтез процесінде оттек бөлуін түсіндіру оқу мақсатын оқып үйрену үшін сабақ басында оқушыларға Ахмет Байтұрсынұлы жапырақ әңгімесінде ағаштардың аузы мен қарны жапырағында деп жазыпты. Неліктен олай деді екен деп сұрау арқылы оқушыны тақырыпты үйренуге қызықтыруға болады. Мәтінде автор фотосинтездің жердегі тіршілік үшін маңызын баяндайды. Өсімдіктің бойындағы пайда болған қоректік зат пен жанама өнім оттектің жер бетіндегі тіршілік үшін
маңызды екенін бала кезінен түйсініп өскені дұрыс. Сонда өсімдікті, табиғатты қорғау, өз өмірін қорғаумен бірдей деп түсінетін жауапты, экологиялық мәдениетті азамат тәрбиелей аламыз. Иә, бұл үшін түрлі ақпарат көзін пайдалануға болады. Соның бірі осы мәтін болуы әбден мүмкін. Жер қиқасы мәтіні топырақтың негізгі құрамын зерттеу оқу мақсатын жүзеге асыру үшін ұйымдастырылатын бірнеше тәжірибеге нұсқау бола алады. Бұл жұмыс арқылы бала тақырыпты оқып үйренеді, әрі зерттеу жүргізуге машықтанады. Мәтінде тәжірибе жүргізу барысы рет-ретімен жазылған. Бірінші, қалай сауытқа топырақ толтыралық. Соны қолдан таразы жасап, бір басына салалық. Екінші жағын бір нәрсемен теңелік. Бұл жерде тек эксперимент қана емес, модельдеу бар. Бала таразыны және теңгеретін жүкті қолжетімді ресурстармен модельдейді. Екінші, сонан соң қалайыны ыссы жерге қойып, топырағын кептірелік. Үшінші, енді топырақты таразының басына қайта салса, бірден нәтижесі айтылады, жеңіліп қалады, екінші жағы басып кетеді. Қорытындысы да осы мәтінде жасалады. Ол ішіндегі суы кеуіп кеткендіктен. Аталған мәтінде мұнан басқа топырақтың құрамындағы қарашіріктің, құм мен саздың болатыны анықтайтын тәжірибелер де сипатталған. Мәтінді басқа кезеңде тақырыпты бекітуге де сәтті қолдана аламыз. Ол үшін оқушылар өздері жүргізген тәжірибені мәтіндегі сипатталған тәжірибемен салыстырады. Екі зерттеу жұмысында топырақтың құрамы туралы толық ақпарат алуға тигізетін септігін бағалайды. Мұғалім сынып деңгейіне қарай барлық оқушыға немесе жеке оқушыларға екі тәжірибе жұмысының тиімділігін, қолжетімділігін бағала деген деңгейлі тапсырма ұсына алады. Сонымен қатар, мәтінмен танысардың алдында оқушыларға жер қиқасы деген не сұрағы төңірегінде ойланып, болжам жасау ұсынылса, тақырыпты оқып үйренуге қызығушылық арта түсетіні сөзсіз. Ахмет Байтұрсынұлының оқулықтарында пәнаралық, деңгейаралық, бөлімшілік байланыстарды жүзеге асыруға ыңғайлы мәтіндер өте көп. Сондықтан бұл мәтіндерді білімді жаңғырту, қайталау, кіріктіру, бағалау, саралау үшін пайдалану тиімді. Мысалы, жандықтар мәтіні 4-ші сыныптағы өз өлкесіндегі жануарларды жіктеу оқу мақсатын жүзеге асыруға қажет білімді жаңғырту үшін таптырмас материал. Өйткені мәтін арқылы оқушы төменгі сыныптарда оқып үйренген жабайы және үй жануарлары, жануар топтары, көбею жолдары, омыртқалы, омыртқасыздар тақырыптарын еске түсіреді. Мұндай мәтінді қалыптастырушы бағалау үшін де қолдануға болады. Ахмет Байтұрсынұлының мәтіндерін тұрған бетінде алып, оқушыға ұсынамын, қолдана беремін деген әріптесіміз түрлі қиындыққа ұшырауы мүмкін. Неліктен? Себебі мәтіндер ертеректе жазылған, термин, ұғым атаулар қазіргі ғылымда қолданылып жүргеннен өзгеше. Тіпті кейбір ұғымдар мен мәліметтер дәл болмауы мүмкін. Сонда қайтпек керек? Әрине, оқып үйрену, іздену, жұмысты түрлендіру қажет. Сіздерге жандықтар мәтіні бойынша бір жұмыс түрін ұсынайын. Тапсырма: үзіндідегі ұғымдарды қазіргі уақытта қолданылатын ұғымдармен ауыстыр және қажетінше толықтыр. Мәтіннен үзінді ұсынылады. Дүниедегі жандықтардың бәрі тапқа бөлінеді. Хайуан, құс, балық, бақа, шаян, құрт-құмырсқа. Мұны оқушы бұлай ауыстыру мүмкін. Жануарлар топтарға бөлінеді. Онақтенелілер, балықтар, қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер. Сөйлемді бауырымен жорғалаушылар деген сөзбен толықтырады. Келесі үзінді: құрт-құмырсқа дегеніміз ұсақ мақұлықтар. Олардың белгісі сол, бәрі сүйексіз болады. Мәселен, көбелек, құрт, қоңыз сияқтылар. Мұны бунақденелілер, құрттар, ұсақ жануарлар, олар омыртқасыздарға жатады деп алмастырып, мәтінді бұлайша толықтыру мүмкін. Омыртқалы жануарлардың омыртқа жотасы болады. Балаларға жандық сөзінің мәнін ашу да өте қызық болатын сөзсіз. Жандық сөзін қандай ұғыммен алмастыруға болады деген сұраққа жәндік, жануар деген нұсқаларды айтады. Тіпті
пікірталас ұйымдастыруға болады. Мұндай тапсырмаларды орындау үшін бала білімін қолданады, сыни ойлауы, логикалық ойлауын дамытады. Тағы бір үлкен пайдасы оқушының ана тілін терең ұғынуына, сөздік қорын молайтуға жағдай жасалады. Жатып, еркін сөйлеп жаттығады. Оқытуда бастысы оқушыны білімді ақылмен қабылдауға, санасымен қорытуға үйрету маңызды. Ахмет Байтұрсынұлының мәтіндері оқушының дүниетанымын кеңейтуге, табиғаттағы өзара байланыстарды аңғартуға бағытталады. Осы арқылы ғылыми сауаттылығы қалыптаса бастайды. Танымдық мәтіндерде ұғымды түсіндіру үшін күнделікті өмір мысалы жиі сипатталатынын байқаймыз. Күнделікті өмірмен байланыстыра оқыту қазіргі білім беруге де қойылып отырған талап. Сондықтан біз мұғалімдер қоршаған орта құбылыстарын түсіндіруді, баланы білуге, зерттеуге ынталандыруды Ахмет Байтұрсынұлынан үйренуімізге болады. Дәйек сөзінде өзі жазғандай, мәтіндері ересектерге, яғни мұғалімдерге, ата-аналарға да пайдалы болар еді. Баланың тілін дамыту, сөздік қорын байыту, оқылым сауаттылығын қалыптастырумен қатар, оның бойына құндылықтарды дарытуда бағалы материал болатын, бұл мәтіндердің әлеуетін жаратылыстануды оқытуда пайдалануға тиіспіз. Құрметті әріптестер, назарларыңызға рахмет.